Қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, Музарт тобының кенжесі Кенжебек Жанәбілов кезінде көз тиіп, қатты ауырғанын айтты. Бүгінгі күнге Музартқа осы дәрежеге жету оңай болмаса керек. Көзіне жас алып, өткенін есіне алған Кенжебек бар сырын бізге Муздон арнасына ақтарды. Мен енді шыны керек, оларды мен өзімде байқап көрдім бірнеше рет. Әнге деген қабілеттерін шыны керек, бір тыңдаған нәрсесін міндетті түрде олар қайталап айтып береді. Сондықтан енді ол көрінбей енді ол қанда бар нәрсе болып тұр ғой. Мен жаңа айтып отырмын ғой, мектеп қабырғасын жүрген кезде 8 класстан кейін үзіп оқыдым да. Неге? Өйткені мен сондай байқауларға көп қатыстым орталықта. Жас қанат болсын, әнші балапанға қатысып келдім, терме сайысына қатыстым, көптеген сайыстарға қатысып, мен оның арасында мен бір ауырып, көз тиіп ауырып, одан да мен жатып қалдым бір жылдай. Сөйтіп көптеген сабақтардан қалып қалдым дағы. Бірақ Аллаға шүкір, сол өнерімнің арқасында қазір осылай жүрміз. Ата-анадан ерте айырылып, қанатым қайырлағандай күй кештім деген әнші өз шаңырағында бала тәрбиесіне аса мән беретінін айтады. Ол қызды өсіріп, баянды бақыт пен шаттықты шаңырақты ұстап отырған Кенжебек пен Жәмила бала тәрбиесінде бірдей жүкті арқалап келеді. Әке көрген оқ-жонар, шеше көрген томпішер дейді ғой қазақта. Сондықтан әке отбасында нені көрсетеді, бала соны істейді. Өйткені мен оның қазір өзінде байқап жүрмін. Үйге келсем, мені күтіп отырады. Менің қас-қабағыма қарап отырады балдар. Сосын өздеріне керек нәрсесін, өздерін не істесе де, соның барлығын маған әңгіме қылып айтып отырады, есейді. Бала есейген сайын сен де уже ол балдарға үлгі болуың үшін сен өзіңді түзейді екенсің. Сондықтан мен осы балдарға үлгі болу үшін қай жерім, қандай қателіктерім бар деп ізденесің да сен адам. Адам кез келген нәрседе өзінен іздеу керек деп ойлаймын қателікті. Сонда өзінен іздесе, ол өзі мойындаса, өзін өзі түзеп, егер ол иманды болса, ақылды болатын болса, сол балаға керемет сондай ақылды тәрбие беріп өсіруіне болады деп ойлаймын. Ол қызын білімді, ақылды, өнерлі болып өсуіне мән беретін Кенжебек Жанәбілов егіз қыздарының өнерге келуіне қарсы емес. Қанша дегенмен, қанда бар дүниеге қарсы тұра алмаймыз дейді әнші. Қандағы бар нәрсе ол менің ұрпағыма да беріліп жатыр да. Екі қызым мысалға кейде үйде жаңағы әнді қойып қояды дағы, теледидардан әнді қойып қояды, екеуі қосылып жүреді. Өздеріне ұнаған әндерін маған келіп, әкешім осы ән жазып беріңізші дейді. Жарайды. Көрсеттім мен бір-екі рет жазып көрсеттім, өзімде бар тексердім, студияға барып көрейш, қалай екен бұлардың жазу қабілеті, әнге деген қабілеті. Барады, бір тыңдайды, бірден барады дағы. Міне нағыз талантты адам сондай болу керек деп ойлаймын да. Етікшінің ұлы етікші болады демекші. Иә, бүгінде балаларын өнерге баулайтын жұлдыздарымыз аз емес. Музарттық Кенжебекке отбасы бақытын тілеп, қыздарыңыз үмітті ақтасын дейміз. Бағдарламаның басты демеушісі Молапорт.